кеше 10 минуттық рилс видео салғам ғой. Сөйтсем, Марсель жауап қайтарды. Походкасын қойыпты, қараңызшы. Жүрген походкасы бар ғой. Бет кетіп баратыр ғой. Көрінді ма? Жүрген жүрісінен сен түпай, көз тимесін. Қырғыз елінің палуаны түпай, көзіңе сенің, көзіңе емес шекеңе сенің, ана күйе жақ қойыш бай, көз тимесін. Лай, жүрісін, лай. Дұрыс, Марсель, жанымайшын, дұрыс. Сенің қазір солай жүретін уақытын. Ол не? Ол еңбек. Ол не? Ол тәртіп. Мінеке, ол не? Ол күш. Міне, сондай қасиеттердің арқасында жетіп olsun. Так, короче, сөздің қысқасы. Қара. Қазіргі уақытта, Марсель, жанымайшын, саған қаншама көптеген адамдар қазір сенің жеңісіңді көріп саған вызов ташлаватыр саған. Переходи на ООО Комбо тарифінде андан дағы көбірек интернет. Қош, интернет топтамын таңда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсты қосып ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка уқ. Переходи на ООО Комбо. Саға керекті өнің бардығы. Оның ішінде достойны жігіттер де бар. Бірақ көбісі клоундар. Біреуінің хайпы жоқ, біреуінің медиасы жоқ, біреуінің тағы бір бәлесі жоқ. Короче, өңкей сондайлар тастап жатыр да. Енді жалпы мен айтатын болсам саған, Марсель, жанымайшын, сен қазір қара. Аллаға тәубе, Аллаға шүкір, сен кеше жеңдің не? Тоқтарды, Еркебұлан, інімді жеңдің. Бірақ әр нәрсе бұл дүниеде уақытша екенін білесің ғой. Бұл әрі кетсе 3 күн, 4 күн, бір апта, сонымен тынышталады, жай басылады бәрі. Басылғаннан кейін ел халық не қалайды? Қайтадан жаңа бір жеңісті, бір жаңа бір свежий кровь дейді ғой, свежий қанды бір қалағысы, жаңа бір хайпты, шоуды көргісі келіп отырады. Мінекей, сол үшін саған айтарым, мына жаңағы неше түрлі адамдар саған жазып жатыр ғой. Оның бәрі, былайша айтқанда, мен ешкім деңгейін түсіргім келмейді, бірақ олар не то. Мен саған не үшін менімен жекпе-жекке шық деп жатырмын. Менімен жекпе-жекке шықсаң, ойбой, сен хит боласың. Сен в общем хит боласың, Марсель, сен страшно хит боласың. Мен жалпы өзім жайлы айтатын болсам, Аллаға тәубе, мені бүкіл Қазақстан біледі. Аллаға шүкір, әлхамдулилля, Алланың қалауымен. Бұл жерде бізде медиа жайлы айтатын болсақ, бізде миллионник жалпы спортшылар, бапкерлер негізі в общем жоқ қой, бізде Қазақстанда санаулақ мысалға. Оның біреуі Геннадий Головкин ағамыз, одан Шавкат Рахманов бауырымыз, одан Еркебұлан Тоқтар ініміз, одан кейін міне Мұхит ағай. Мінекей, яғни мен тем более спортшы емес, давным-давно бокс қойып кеткен адаммын мен 39-дағы қазір бапкер шалмын, бірақ қазір Марсель сияқты жігіттер үшін қайтадан делоға кірсейін деп отырмын да. Соны айтайын деп отырған, біз миллионникпіз да, который ел халық бізді действительно признает, действительно кто нас поддерживает. Здравый, мықты жігіттер өздерінің сияқты бізді қолдайды. И также сені, Қырғыз елінде қазір сені мықты қолдап жатыр. Сен егерде Мұхит ағайын қара, Мұхит ағайын не береді саған? Мұхит ағайын саған хайп береді, Мұхит ағайын саған медиа береді, Мұхит ағайын саған еще дополнительно бонус ақша береді. Сен бұның бәрін, сен саған қазіргі уақытта вызов тастап отқандарын сен таппайсың. Таппайсың, я отвечаю. Ал егерде сен ертең менімен шығып, ойлашы просто, секунда ойлашы, Мұхит ағайыңды жеңіп кетіп отырсаң, ойбай, вообще сұмдық болады. Дұрыс айтып отыр ма мен жігіттер, айтыш? Вообще резонанс болады, қандай бешенство. Марсель осы жақында Еркебұлан Тоқтарды жеңді. Енді қазір Мұхит ағасын жеңіп отыр. Қазақстанда менмін деген жігіттерді, медиа саласында жүрген жігіттер жеңіп отыр. Інісін бір ұттым, ағасын бір ұттым, екеуінің алдында екі аяғын бір етке тұрып жерін дейді. Сені Қырғызстанда алақанда ұстайтын болады. Марсель, сен тірі кезінде саған ескерткіш қояды. При жизни тебе памятник поставят, Марсель. Ол рас, ол біріншісі. Екіншісі, 2 дегенде саған ақша алтыннан деп ақша түседі. Кеше естіп отыр, Тоқтар Еркебұлан бауырым інімді жеңген кезде, молодец, айтып отырмын тағы да, это твоя заслуга, молодец, үй беріп жатыр дейсің, машина беріп жатыр дейсің, кішкене бір ақша түсіп жатыр дейсің. Мінекей, еңбектің бағалануы. Ертең ойлашы, Мұхит ағайын жеңіп жатсаң, ойбой, вообще хит боласың сен.
сен герой нации, герой Киргизстана боласың, сен бүкіл Азия, это история, это не просто медиа жағынан бой емес, это история болады, история, сен тарихқа айналып кетесің, это будут помнить долгие годы. Ертең сен балаларың айтып жүреді, менің әкем үйскен бір уақытта Қазақстанда екі бір батырдай жігітті, біреуін інісі, біреуін ағасын ұрған, ұтқан деп. Но я постараюсь, чтобы не было. Менен шығып жатсам. Я очень постараюсь. Я постараюсь тебя уронить. Во-первых, егер екеумізді жекпе-жек болса, айттым ғой, сен, если ты даже проиграешь, Марсель, если ты даже проиграешь, ты при любом раскладе выиграешь-то боласың ғой. Еще больше хайпа, еще больше подписчиков, еще больше просмотров. Марсель, еще больше денег. Короче, при любом раскладе ты будешь выигрышем. Сол айтайын дегенім. Так, тағы да не айтайыншы дедім? Тағы да бір нәрсе бір айтайыншы дедім, блин, тағы да. Сен үшін мен бокс ережесімен кеше Еркебұлан інім секілді анау Чингархимен шықты ғой. Сол Чингархимен шығуға дайынмын. Хотя мен ондай өмірі шықпаған. Бокстан қорқып жатсам, я тебе скажу так, бокс намного красивее. Признайся, Марсель, бокс несімен, халатмен, печатысымен там. Әдемі ғой. Ана Чингархимен непонятно. Чингархимен я тебе тем более могу уронить очень, быстро. Потому что мен өте ауыр ұрам негізі. 39 жастағы шалбасам да қатты ұрам негізі. Соны айтайын деп жатқам. Но ничего. Егер де екеуміз шығып жатсақ, мен кеше айттым осыған, мен сені сразу құлатпаймын. Ол бір. Екіншісі, я с тобой побалуюсь, ойнайын. Кошка с мышкой. Тик-тик-тик-тик. Оңға, солға, влево, вправо, назад, вперед деп, я с тобой играться буду. Сосын айтайын деген тағы да. Мен осы жақында сенің Қырғызстанның өзің бауырыңның жерлесін 38 секундта нокаутқа жіберген. Бірінші раундта, яғни. Алла амандық берсе, сен мына жақта Еркебұлан Тоқтар бауырыңды жеңіп отырсың. Яғни қазақ. Менде алатын, сенде ответка бар, сенде алатын ответка бар. Мен қырғыз бауырымды құлатып отырмын, сен мен қазақ бауырымды құлатып отырсың. Так что у нас все совпадает. Соны айтайын деп отырмын. Давай, go, Джан Машин, давай. Поставь, давай. Лигалар, давайте. Мұхит ағайлардың есігі ашық, я жду. Марсель Мұхит Амантаев, Қырғызстан, Қазақстан, let's go! Соны тағы да айтайын деп отқам, соңғы әңгімем бауырлар жәндерін. Қырғыздандықтар жаман нәрсе жазмаңдаршы жәндер мәшін. Мен сендерді өте қатты жақсы көремін. Мен Қырғызстан елін өте қатты сүйемін. Менің қырғыз ағам бар, бөлем. Туған бөле ағам бар мен, қырғыз. Қырғыздар менің бөлелерім. Сондықтан Қырғызстанда кезінде талай барған мен, Ошқа барған, Таласқа барған, Бишкекке барған, Үскірге барған. Кезінде жас кезінде осы Марсель сияқты бокстар жүрген кезде жас кезінде Қырғызстаннан шықпайтын мен. Талай үлкен додаларында жарыстарында қатысқан. Мен Қырғызстан елін өте қатты сүйемін. Қырғыз елі, қазақ елі бір туған деп бекер айтпаған. Бәріміз бірге болайық. Қырғызстандықтар, қазақстандықтар, бұл тек қана спорт, берде спортивный интерес. Екі жігіттің арасындағы қырғыз елін, қазақ елін қолдауларын сұранамын сендердің. Let's go! Ассаламуалейкум қырғыз елім. Кулачкадан бойды өткізіп алдық. Елдің бардығы айтып атты, Марсель Еркебұлан ұтылып қалады, Марсель күреседі депче. Мынакей Аллаға шүгір Еркебұланды ұтып алдық. И Еркебұланның арқасынан біз ешқандай сөз сөйлемейміз. Неге дегенде бой бүтті уже. Мен Еркебұланды жашоодо деле мындай сыйлаймын негизи. Ошол себептен көп сүйлөбөш керек. Кудайым текебер адамды жаман көрөт. Элге дагы жакпайт, Кудайга дагы жакпайт. Өтө көп текебер болуштун кереги жок. Еркебұлан жашоодо ата-энесине жардам берип, семья туугандарына жардам берет. Бирок кичине мактанып койгон жери бар. Ал жери уже нормально, ар ким өзүнүн жашоосун өзү билет. Еркебұлан менен урушабыз деген моментте билесиңер колум сынып калды эле, өтө көп сүйлөдү эле. Марсель менден коркуп калды, Марсель минтип качты деп. Мынакей время келди, уже чечип алдык. Еркебұландын апасынын видеосун дагы көрүп алдым. Ошону көрүп мен өзүм апам ордуна койдум. Бойго чыгып кетатканда мен апам кыжалат болуп, 2 күн уктабай, ыйлап, бойго чыкпай эле кой. Сен Кыргызстандын намысы үчүн чыгып атасың деп апам кичине кыжалат болуп калды. Сен Кыргызстан үчүн уруштасың, өзүң үчүн эмес деп ошентип кичине кыжалат болуп калды. Ошол себептен апам айттым, апа казак кыргыз бир туган, утса казак бауырыбыз утуп кетет, утулсак биз утулабыз, эчтеке болбойт ал нерсе деп апам алаксытып, апам менен атам чыктым. И андан кийин өтө көп вызовтар келип атат бизге. Прям спортсмен, профессиональный спортсмендер дагы бар, арасында клоундар дагы бар. И ошолордун арасынан мындай достойный
бул жакта мынакей Коркпа, мен саған официально видео ташлаймын. Именно саған Марсель. Құдай қаласа Алла бұйырса, біз екеуміз ринг төріне көтеріліп үлкен шоу көрсететін сияқтымыз, Құдай қаласа. Бул Мухит Амантай деген профессиональный боксер, мастер спорт бокс. И айта кетчү нерсе, мен бокстан вообще түшүнүгүм жок. Мухит Амантай деген кандай боксер, кандай профессиональный мастер экенин билбейм. Бирок эгер лигалар прилагать этсе, урушпой беребиз. Билесиңер, Казакстанда Номад деген лига төлөй алса керек гонорарды. Эгер уюштуруп берген болсо, Мухит ага, сиздин боюңузду принимать эттим. Өзүңүз айтып атасыз, жанагы ММА перчаткиде бокста атасыз. Мен өзүм боксер эмесмин. Мен өзүм чисто күрөшөм, база күрөш. Ошол себептен Мухит аганы биз көптөн бери тааныйбыз. Кыргызстанда деле көбү тааныйт. Медийный и интернетте жакшы алып барат, өзү жашы өтүп калса да интернетте жакшы алып барат. Ошол себептен эгер лига бой кылып берсе, жакшы бой көрсөтөбүз деп ойлойм, зрелищный. И bundan башка өтө көп вызов таштап атат. Алар мындай өздөрүнүн темасы менен таштап атат. Ошол себептен арасынан карап туруп, мындай достойный Мухит ага деп ойлойм. И айта кетчү нерсе, казак кыргыз бир тууган, бул жерде эч кандай лишний эчтеке жок. Мухит ага, вызовыңызды принимать эттим. Гонорарды сүйлөшөбүз, полный газ. Правиланы ММА перчатки менен бокс депсиз, бокстан полный газ. Так что күткүлө, комментарийден бөлүнүп ызылдаштын кереги жок. Кыргыз казак бир тууган, Кыргызстан алга.